Қайырлы күн, армысыздар біздің Зия Ұрпақ подкастының көрермендері. Бүгін біздің студиямызда ерекше қонақтар бар. Белгілі ақын, журналист, желтоқсан оқиғасының қатысушысы, халықаралық ЮНЕСКО сыйлығының иегері Жұмаш Кенебай атамыз қонақта отыр. Сонымен қатар Нәтиже сүт компаниясының негізін қалаушы, Қасым баспасының директоры Ерлан Әшім мырза қонақта. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош болдық. Бүгінгі подкасттың тақырыбы жалпы тәуелсіз Қазақстан және ұрпақ тәрбиесі жөнінде әңгіме өрбитін боламыз. Алғашқы сауалымыз желтоқсан оқиғасына байланысты болмақ. Екеуіңізге де қатысты қоя берсем, жалпы желтоқсан оқиғасы кезінде сіз 36 жаста болдыңыз, ал Ерлан аға 15 жаста. Сол кездегі оқиғаның картинасы қалай болды? 15 жаста сіздің есіңізде не бар және нақты қалған, бүйтіп мөр болып қалған бір нәрсе бар менде. Бірақ аға бірінші айтсын. Ал желтоқсан десе, менің көз алдыма 1986 жылғы 16, 17, 18, 19 желтоқсанда Алматыда болған жастардың көшеге шығуы болатын. Бұны ешкімде күткен жоқ болатын. Аяқ астынан болды. Ал жаңа ол кезде жаңа алаң деп аталған. Қазіргі республика алаңы. Сол жерге қазақ жастары керемет жиналды. Оның бәрі әсіресе 17-сі күні керемет. Көп болды адамдар. Солда мен ол кезде республикалық жалын баспасында жұмыс істейтінмін. Сонда жалын баспасында мен қатарлы 4-5, 6-7 жігіт алаңға келдік. Қазіргі бек Сүлеймен Мәметов деген Байбота, Қошым Ноғай, Абзал, Бөкенов, сонан кейін осы сияқты 6-7 ақындар келдік. Бәрін көзімізбен көрдік. Сол күні түнде қазақ қыздарын шашынан сүйреп, қалай өлімші етіп сабағанын, сол күндері жаңағы қалай жастарды қалай ұрып соққанын бәрін біз көзімізбен көрдік. Бір Құдайдың сақтап қалғаны біз қолға түспей аман есен құтылып кеттік. Ал ертеңінде сол күнің 18 күні жалын баспасына келсек, ол кезде жалын баспасының директоры Сейдахмет Бердіқұлов деген ағамыз болған. Оның орынбасары Тарасов Юрий деген бар еді. Сол әлгі алаңға барғандардың бәрін жинап алып, бізді бәрімізді. Сендерді сотқа беру керек. Сендер неге алаңға барып, ана алаңның бәрін ұйымдастырып, осындай бәле жасапсыңдар деп. Біз айтамыз, барып көрдік. Біз ешкімді ұйымдастырғамыз жоқ. Ешкімді ол жерде тыңдамайды. Бәрі аяқ астынан болған нәрсе деп. Содан Сейдахмет Бердіқұлов кешігіп келген бала, Тарасов, бұл жерде мына баспаның директоры мен бе, сен бе? Сен жаба аузыңды деп әлгі сөзін тоқтатқанда бүгінгі дейін көз алдында. Жаңағы жерде анау партияның мүшелері, сол кезде белсенді коммунистер, ақын жазушылар қазақтардың кімнің қалай сөйлегенінде көз алдымда. Біреу жалтарып былай кетті, біреу жалтарып былай кетті. Оның анау деп ат жөндердің айтуының өзі енді ыңғайсыз. Өйткені олардың ұрпақтары бар, өздері жоқ болғанмен. Шындық солай болды. Ал желтоқсан туралы мен өз көзіммен көргенімді жаңа Зобалаң деген дастанда баяндадым. Бұл 90 жылы бірінші рет жарыққа шықты. Содан кейін Азаттық радиосынан бір сағат радио пьеса болып берілді 5-6 жыл қатарынан. Сонда шетелдегі қазақтар рөлді ойнайды. Ол ана интернетте бәрі бар, қалай олардың ойнаған рөлдерін. Айта берсе енді бұл желтоқсан туралы әңгіме таусылмайды. Бұл енді бұл жүректің жарасы, қазақтың оянуы алғашқы. Совет өкіметінің жаңағы гүлденіп тұрған кезіндегі. Ал айта берсе әңгімеге қалғандарын жалғастыра беріңдер, мен айтайын. желтоқсан алаңына барудағы мақсатыңыз не болды? Жай ғана көріп сыртынан көріп кету ме, әлде басқа мақсатпен қатысу үшін бардыңыз ба? Енді ол кезде сіз 36 жаста саналы азамат болдыңыз. Жоқ, өйткені бар ғой, анау жаңағы 17-сі күні аяқ астынан бардық біз. Осында жиын бәле болып жатыр, көзімізді көрейікші деп. Бізде жаңағыдай ешкім неткен жоқ. Өзіміз бардық. Ал сол күнгі түніндегі жаңағы анандай жағдайды көзіміз көргеннен кейін таңертең мен үйге келе жатып, жаңа кеше қырғын болған жерден өтіп келе жатқанда Абай ескерткішінің айналасы бар ғой. Шашылып жатқан аяқ киім, бас киім,
бір етік, бір қолғап, бір немене деген сияқты сөйтіп жатқан жерлерді көзімізбен көріп келдік қой. Содан кейін менің енді бұл желтоқсанға деген көзқарасы, жаңағы сол кездегі билікке деген көзқарасым 180 градусқа өзгеріп шыға келді. Түсінікті аға. Ал аға, сіз ол кезде небәрі 15 жаста болыпсыз. Ол кезде енді газет журналда жастарды маскүнем, нашақор, тағы басқа айыппен енді неше түрлі бұрмаланған материалдар жарық көріп жатқанда сізге шынайы ақпаратты қалай алдыңыз? Қарағанды қаласында оқимын ол кезде, 15 жастамын. Таңертең мектепке келдім. Орыс мектебі әрине, Қарағанды қазақ мектеп деген болған емес. Бірден қасымдағы достарым сабақ басталмай тұрып, Ерлан, естідің бе? Ты слышал деп газетке шығыпты, 17-сі күні болу керек. Мен естімеппін. Сосын сұрадым. Осылай, қазақ жастар шығыпты, оказывается, молодежь выходила на улице Алматыда против назначения Колбина. Правильно сделали дедім, дұрыс дедім. Сонымен бағламыз ғой еді, 9-шы сыныптамыз. Сонымен әңгіме аяқталды. Бірақ сабақ басталды. Әлі күнге дейін есімде алгебра, мұғалімнің аты жөні түгелі есімде, бірақ жаңа ағай айтқандай айтпай-ақ қояйық. Бірден кірді жаңағы айтып тұрған мұғалімдің әдетте өзінше қатаң, мындай қатал. Біз 4 қазақ бармыз 28-дің ішінде. Фамилияларымызды айтып 4-іміз тұрғызды. Аң-таң тұрдық жарайды. Сұрай бастады сосын әрқайсымыздан. Қолдайсың ба, қолдамайсың ба? Қолдаймыз дедік. Мен де айттым. Да, поддерживаю, правильно дедім. Айғай басталды ғой. Әңгіме, айғай, саясат, коммунизм туралы бірдеңе, не деген адамсыңдар, сендер мұндайсыңдар. Енді ана қасымдағы 3 қазақ, олар орыс тілді, қаланыкі. Бір-бірден ақырындап отыра бастады. Болды, жарайды, болды деп бір. Ең соңғы жаңғыз мен қап. 2 сабақ 90 минут, айғай. 45 минут төртеуімізге, екінші 45 минут жалғыз маған. Сол кезде жаңағы орыс тілім соншама керемет емес, бүйтіп сөйлесіп айтатын дегенде бүйтіп түгел. Әйтеуір тұрып алдым, қайта сұрайды, 10 минут айғайлайды, сосын тағы сұрады. Все, ты изменил свое мнение? Нет, надо было казах оставить. Бітті, басқа сөз жетпейді, қорым жоқ. Сөйтіп стресспен шықтым ол сабақтан 90 минуттан. Сол кезде жаңағы көбісі басқа ұлт қой классымдағы. Әлі күнге дейін есімде, сол ұлдар, жаңағы 15 жастағы өзім сияқты ұлдар ғой. Солар жұбатты шыққан кезде. Да, Ерлан, не расстраивайся. Да, дура жана, все мы же знаем деп. Әлі күнге дейін сол сөз есімде. Кім айтқан, қалай айтқан, оң жағымда тұрған не айтты, сол жағымда тұрған не айтты. Әлі күнге дейін ризамын мен сол жігіттерге. Екінші сабаққа бардық. Тарих. Тоже 45 минуттан 2 рет. Бір 15 минуттай әңгіме болды. Мен ала көздеп отырым. Дайын болып, жаңағыдай тағы да қазір айтам деп. 15 минуттай болды, әрі сабақ басталып кетті. Жарайды. 3-ші сабақ әдебиет, орыс әдебиеті. Онда кірдік, мынау да сөйтетін шығар деп мен бүйтіп отырғам. Жоқ. Ол бірден Гогольдің бірдеңесін айтып кетті. Әлі күнге дейін сол мұғаліміме ризамын, Маргарита Семеновна деген. Ким Маргарита Семеновна. Әлі күнге дейін ризамын, білесіз бе? Мен өзім 50-ден асып отырмын. Ол кісі пенсияда 70-ден асып отыр. Әлі күнге дейін ұстаздар күні бар ғой, қазан айының басында. Міндетті түрде есігінің алдында гүлмен, сыйлықпен тұрамын да. Әлі күнге дейін. Содан есте қалған. Біріншіден мұғалім деп сүйдім мен ол кісіні. Екіншіден ұстаз деп, екіншіден жаңағыдай саясат, бұрмала бір жаққа кеткен жоқ. 86-шы жыл, сол кезде кеткен жоқ. Мен әлі күнге дейін сол кісіге ризамын. Көрдіңіз бе, мені тарихта қалады екен жақсы істеріміз, нашар істеріміз де қалады екен. Жаңа мені аға да, мен де жарайды аттарын атамай қояйық деп отырмыз. Негізі атағанда дұрыс болушы еді. Болашаққа сонда сабақ болушы еді ондай кісілерге. Әдетте негізі тәуелсіздік күнінде 86-ның сол бір қаһарлы күндерін еске алғымыз келмейді. Әрине жүрегіміз ауырады, көңіліміз түседі. Дегенмен бұл дүниені ұрпақ білгені жөн ғой. Не себепті бұл дүниені біз ашып айтпаймыз, жастарымыз білмей жатыр? Өйткені сол кезде газетте жазғандар жаңағы бұлар нашақорлар деп, сосын кейбір кісілер болған, мен қазақ болғаныма ұялам дегендей, мне стыдно, что я қазақ деп бүйтіп айтқандар бар, газетке түгел жазылған. Сол кезде сол кісілер ішінен талайы осы әлі күнге дейін сол билікте анда-мында бар ғой деймін.
бітті. Себеп тек қана сол. Кейбіреулердің фамилияларын халық білет, бірақ қазақ халқы неде мейірімдіміз біз. Ана толеранттық деген сөзді өздерінше Европа енгізіп жатыр ғой бүкіл дүние жүзіне. Бізге енгізіп кер жоқ, бізде әу бастан сол толеранттық бар, кешірімділік. Жарайды енді деп бүйтіп соның түгелі бар. Тек қана содан. Биліктегілер бергісі келмей отыр, өйткені ішінде өзінің шикіліктері бар. Түгел емес әрине. 20 жастағылар сол кезде, яғни менен бір 5 жас үлкендер. Қазір мен 60-қа да келген жоқ. Солардың жазғандары түгел бар. Газетті ашсақ, түгел тұр архивтағы газеттерде, мысал үшін. Сол күндері шыққан. Яғни сол кездегі азаматтар әлі де билікте, сондықтан біз ашып айта алмай жатырмыз, иә. Ол түсінікті. Дегенмен өзіміз отбасы ішінде тәрбие беру үшін мектептерде жалпы азамат ретінде айтуға болады ғой. Міндетті түрде қолдану керек. Болады емес, міндетті түрде айтылу керек. Өйткені мына советтің дүниесі мындай қаһармен тек қана совет емес, бүкіл дүние жүзін бүйтіп ұстап тұрған ол. Ол жақсы деп айтпаймын мен. Қорқытумен ұстап тұру деген түк жақсылығы жоқ. Сол совет дүниесінде ең бірінші болып, сол советтің дүниесіне, қаһарына, партияның политикасының, саясатына түгеліне қарсы шыққан қазақ. Міне, осы бізге түгелімізге үлгі болу керек. Сіздерге, жастарға үлгі болу керек. Дастан болып айтылу керек. Осы ағаларымыз міне дастан қылып, өлең қылып оның түгелін жазу керек. Міндетті түрде ол керек тәрбие ретінде. Біз өте аз айтып жатырмыз. Бізге дәл сол билік негізі өзімізге айтуға ешқандай шектеп жатқан жоқ. Сол жаңағы желтоқсан кезінде қазақтың қазіргі белгілі ақын жазушыларының көп адамдар қатысты. Мысалы, қазір марқұм болып кеткен Аманхан Әлім деген ақын жігіт. Ол қолға түсіп, таяқ жеп, ұрып соп. Содан кейін айым кімет тағы бір деше ақын жазушылар қолға түсті. Біз аман есен кеттік қой. Ал бірақ негізгі қырғын 18 күні жаңағы айтып отырмын ғой, республика алаңында жаңағы тағы 15 жігіт келгенбіз. Мына жерге қызыл не байлап алып, күзетшіміз осындай тәртіп орнатамыз деп. Келсек ана алаңды 3 қатар солдаттар қоршап тұр, үкімет қазір президенттің резиденциясын. Барсақ бәрі қазақ емес. Соны айттық, сендер кім қайдан келгесіңдер десе, кетіңдер, қазір сендердің әкелеріңді танытамыз деді. Орысша. Сөйтіп тұрғанда бір жап-жас қазақтың қызы, 15 жастағы ғой деймін, 15-16 жастағы қазақ қызы шыға келіп, ана орыстың солдаттарын боқтағанда, өзі орысша өскен екен. Мен айттым, қарындасым, сен мына жерден кет, қазыналар аямайды сен десем. Сен де сатқынсың ба? Бәсе мына жерге қызыл байлап алыпты дейді. Алла, ана қызын намыс қойдығын. Қой дедім. Мінезді қыз ғой, мінезді. Сөйтіп тұрған кезде 10 шақты орыс солдаты саптан суырылып шығып, қызды жер тайғақ, қызды қуа жөнелді. Мен ана қыздың артынан бара жатыр едім, мен аяғымды қоя қойды, мен екпетінен түстім. Содан енді тұра алмай жатырмын, бүйтіп қарап жатырмын. Әлгі қызды сүйреп, солдаттар сүйреп апарып, ана Байсейітов көшесі мен республикаланың көшесіндегі мынандай қырлы тасқа басынан бір ұрған кезде ана мама деді. Сонда ана бір қазақ әйел 12 этажды үйдің бас жоғарғы қабатында тұр екен. Қайран қазағым-ау, не болды сендер деп жоқтау айтып жылады. Мен осының бәрін көзіммен көрдім. Және бұны Зобалаң дастанда сол негізгі несі Зобалаң дастанда. Ана қыз тірі қалды ма? Не болды оның тағдырын білмеймін. Дәл сол күндері енді қызық енді, Аллай, қазақтың оянған күні, жаңағы 18 күні. Көшенің бәрі шашылып жатқан аяқ киім, бас киім, небір заттардың бәрі көше, Алматының көшелерінің бәрі. Енді біз Алматыда, содан кейін біздің көзқарасымыз 180 градусқа өзгерді. Біз қазақ деген ұлт екен. 3 күннің нәтижесі көрдіңіз бе мен? Сол желтоқсан өзгертті. Оятты. Әйтпесе мен өзі ақын болғаннан кейін білесің ғой кезінде. Марксизмді, ленинизмді мақтап өлеңдер шығаратынбыз. Оны кітаптарға беретінбіз. Содан кейін мен тақырыбының бәрін өзгерттім. Одан бітті, тек қана қазақ. Оян қазақтың көкесі сол желтоқсанның 3 күнінде болды. Енді жаңағы қыздың мінезін айтсаңшы. Міне мінезді қазақтың қызы, қайсар қазақтың қызы, иә. Мәншүк әпкесіне, Әли әпкесіне тұрарлық мұндай. Ғажап, иә. Мінез көрсететін жастар керек бізге. Жаңағы желтоқсан айтып отырсыз, жастарға қандай әсерін тигізу керек, айту керек пе деп айту керек. Қайрат Рысқұлбеков жатқа білу керек. Қайраттың өлеңін жаттап алу керек. Еркек тоқты құрбандық деген айтып жүру керек осы күндері бір-біріне.
көшеге шығып керек жоқ, айғалап керек жоқ, бірақ үйдегі дастархан басында болсын, мектепте класстың ішінде болсын, сыныптың ішінде болсын айтылу керек. Меніңше солай. Бұл тәрбиелік мағынасы өте зор сондай оқиға. Келесі енді сұрағымыз 86-тан бері мінекей 37 жыл өткен екен. Тәуелсіз Қазақстан, еліміз қазір тәуелсіздігін алғаннан кейін қазіргі жағдай қандай? Енді бәрі айтады, ештеңе өзгерген жоқ, түрлі мәселе деп. Дегенмен 30 жылда біз қандай жетістіктерге жеттік? Мақтанып айтатын қандай табыстарымыз бар? Жаңағы мынау Алаш партиясының көсемдерінің ұрпақтары бар ғой, бүгінгі қалған. Соны айтып берейін. Бәрі атылып кетті. Кім қалды десем, Міржақыптың қызы Гүлнар апай бар екен. Гүлнар апай тауып алдында барып сөйлесіп едім, бүкіл оқиғаны айтып берді. Сол кез анау Халел Досмұхамед деген Батыс Алаш ордасының лидерінің Қарашаш деген қызы бар екен. Қарашаш апай өзі медицина ғылымының докторы, сол кезде көзі көре алмай қалған, бір бөлмелі жатақханада тұрады. Бұлар сол кезде әлі күнге дейін сол азапты көріп жүрген адамдар екен ғой. Ахмет Байтұрсынұлының қызы Шолпан апай. Бұлардың барлығын тұрған өмір емес. Мен осыларды жинап, қазір интернетте бар, Тұлпардың тұяғы деген хабар ашып қазақ телевизиясынан. Сонда жаңағы ұрпақтарын алып кеп үлкен хабар жасадым. Сонда кісілерді жылап тұрып жаңағы көрген қорлықтарын бәрін айтқанда бар ғой, төбе шашын тік тұрады. Алаштың не екенін, Алаш орданың не екенін сол кезде халыққа түсіндіріп едік. Содан міне кейінгі кезде қазір Алаш зерттеушілерді шықты, қазақтан Құдайға шүкір. Ал Алаш біздің рухымыз, біздің негізіміз. Алаш ұлттық партия болды. Сонда Әлихан Бөкейхановтың айтқанынан бір сөзі бар. Қазақ болашақта керемет ел боламын десе, қазірден бастап жапондардың үлгісін алуымыз керек. Ойласын, 17-ші жылы Әлихан Бөкейхан жаңағыны білген. Содан енді қалай? Мыналары біліп қойды, ол жаққа жол атпады. Мемлекет құруды Жапоннан үйрену керек, технологияны құруды Батыс Европадан үйрену керек деп Әлихан сол жылдары айтты тағын. Енді жаңағы сіз айттыңыз, әжептәуір адам айтады, түк өзгермеді деп бүйтіп дегендей. Түк келіспеймін өзгермеді дегендей. Ал сол 90 жылға дейін мысал үшін Әлиханның фотосын көрген қазақ бар ма? Фотосын. Міржақып туралы білген қазақ бар ма? Мағжанның өлеңін оқыған қазақ бар ма? Жоқ, болған жоқ. Біз білген жоқпыз, ондай бар екен. Жұмабек Ташеновтың өзінің аты запретте болды. Ол бер қарай, ол кез емес дегендей. Міне, соның түгелін аштық. Оның түгелін еңбектері шығып жатыр. Олардың кітаптары мен кино шығып жатыр. Дәл сол Оян қазақты айтамын мысал үшін, иә? Рухты оятатын. Ал мен керісінше айтушы едім жаңағы кісілерге түк өзгерген жоқ, со беті дегендерге керісінше айтушы едім. Айналайын, сен өзгерген жоқсың. Сенің алдында міне жатыр, кітап жатыр, бүкілі жатыр, зерттеулер жатыр, Мағжанның өлеңдері жатыр, соны оқы, өзгер. Сандалып жүргеннен түк өзгермейді жаңағыдай. Ештеңе өзгерген жоқ, со беті, анау бірдеңе деген. Тіпті мынадай статистикалық деректер бар екен. Қазақстандағы әрбір жастың 5-шісі шетелге көшіп кеткім келеді деп дауыс берген екен. 5 деген аздау шығар, меніңше әрбір жастың 2-інің сондай арманы бар сияқты ғой. Ондай арман болса, қалай өзгермекпіз? Бізге жаңағы аға айтқан жаңағы 15 жастағы қыз сияқты жастар керек. Сол заманда қарсы шығып, аналарды боқтап, сілеп тұрған қыз. Сондайлар керек. Ал шетелге барам оқиын, үйтем дегендер. Білмеймін. Ал сондай мінезді жастарды тәрбиелеуде біз неден қателесіп жатырмыз? Неге ақсап жатырмыз? Бастан мен өшірден басталсын, аға? Қазірден бастап бар ғой, енді әлі де кеш емес. Біздің қазақ өзі Құдай берген барлық қырынан да дарынды, талантты ұлт. Қазақтай мұнандай керемет небір ұлылар шыққан жаңағы Әлихандар, Ахметтер, Мұстафа Шоқайлар, осылардың бәрі қазақтан шыққан. Бүкіл орталық Азия ұйықтап жатқан кезде жаңағыдай Алаш партиясын құрған осы қазақтарға ғана бұйырған. Ойлаңыз, ана Ахаң, Ахмет Байтұрсынұлы бүкіл қазақ әліппесінің атасы. Ал Міржақып Дулат, анау Жүсіпбек Айымауытов мысалы Алаш маршы деген гимн шығарған.
сол алаш маршы би деп басталады. Арғатам ертүрік, біз қазақ еліміз, Самалтау, Шалқаркөл, Сарыарқа жеріміз деп. Сол кезде түрік халықтарының тарихының арда жатқан қозғап кеткен. Ал Мағжанның Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ертүріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде туған түріктің тәңір берген. Несі ғой деп. Мағжандай ақын жоқ. Мағжандай ұлы ақын жоқ. Жоқ. Білесіз бе, айта кетейін, мен өмір бойы орысша оқыған адаммын. 3 жасымда балабақшаға кіргізген орысша, өмір бойы орысша оқыған. Өмір бойы Пушкиннан артық ақын жоқ. Екіншісі Лермонтов деп сөйтіп өскен адам ғой. Поэзияны жақсы көріп өскенмін мен. Мені мұғалім зорлап оқытпайтын. Мен өз бетіммен оқып, жаттап, жазып сөйтіп жүрдім. 30 жасымда 2000 жылы Мағжан туралы естідім. 27-8 болу керек дегендей. Сол жастарымда ақырындап оқи бастадым. Сол кезде мәссаған, мені 30 жыл алдап жүріпті ғой мыналар дедім. Мағжанды оқыған көріп басың айналып кетеді ғой. Міне бізге Мағжанды оқығанда бас айналатын сондай жастар керек. Мен жастарға сенемін деп маған айтып тұр ғой. Мағжан айтып. Мынау Мағжанның жай жазған емес, Мағжанның өзіңмен міне диалогы, саған айтып тұрған өсиеті. Міне осыдан өне бойы бүйтіп дірілдеп кетсе, кітапты жаба қойып, ана жас жігіт жаңағы мысал үшін, қыз болсын 14, 15, 16, 20 жастағы қайтадан біраздан кейін ашып келіп оқыса, бітті. Менімше тәуелсіздік деп осыны айтамыз. Біз қазір мен тәуелсіздіктің 31 жылы, 32 жылы, 33 жылы деп келе жатырмыз. Ол саяси тәуелсіздік. Саяси тәуелсіздік пен сана тәуелсіздігі екі басқа. Біз соған келе алмай жатырмыз. Екіншіге, біріншіге келдік. Желтоқсаншыларға рахмет. Соларға әкеген бірінші соққы жасаған. Одан кейін талай ақылды кісілер, оның ішіне кіріскен, соларға рахмет. Бірақ енді екіншіге қалай келеміз? Қашан келеміз? Сана тәуелсіздігі. Ешкімге жалтақтамай. Өзіміздің тарихымызды біліп, соны мақтан тұтып, өз ақындарымызды жатқа біліп оқып, өзіміздің классиктарды оқып, содан нәр алып, менің мынандай тарихым бар екен ғой дегендей. Міне, қиын емес негізі. Сәл ғана ойлану керек та, еңбекке кірісу керек. 10 жастағылар, 20 жастағылар, 40 жастағылар, кім болса да. Ал қазір қарасаң, 60 жастағылар, мысалы үшін менен үлкендердің түгелінің әңгімесі. Ой, советтердің кезінде жақсы болып еді, негізі елдің түгел былай болып еді, түгелінде жұмыс болып еді деген бір бос әңгімелер. Міне, сана тәуелсіздігі жоқ деген сөз. И солар жаңағы әңгіме айтатындар. 20 жастағы, 15 жастағы баланы, 5 жастағы немерені тәрбиелеп отыр ғой. Олар не әңгіме айтады? Міне проблема қайда жатыр? Проблема үлкендерде қазіргі 50, 60, 70 жастағыларда негізі. Солардың санасы тазаласа ғой, әрі қарай кетуші еді. Ол менің жеке ойым әрине. Ана жылы Балташ Тұрсынбаев деген қазақ мемлекеттік және қайраткері қайтыс болып кетті, қазір жоқ. Сол кісі Түркияда елші болып отырғанда мені шақырды Анкарадан. Сонда Анкараның орталығында Мағжанға ескерткіш орнатып, 300 түрлі әлемнің гүлдерін жан-жағына егіп, және Түркістан екі дүние есігі ғой деген өлеңін жазып, қандай құрмет көрсеткен. Сонда мен ана Балташ ағаға айттым, міне осылай болу керек. Біздің қазақтың әлгі билік басында отырғандары өзінің ұлтына осылай. Сіз мына Мағжанды, Алматыда жоқ ескерткіш Мағжанға әлі күнге дейін дедім. Мына Астанада жоқ дедім мен әлі күнге дейін. Ал сіз Анкараға қандай керемет анандай ескерткішті көріп, соның кейін мен жерден үлкен, ол кезде мен қазақ телевизиясындамын, жаңағыдай хабар түсіріп келіп, Мағжанның жаңағы ұлылығын насихаттап, Мағжан Жұмабай деген хабар жасадым. 30 минут Қазақстан каналынан. Жаңағы жасаған кісінің санасы тәуелсіз. Түсіндіңіз бе? Иә. Санасы тәуелсіз. Бойында қайраты бар. Абайдың айтқан. Ақылы бар. Сондықтан да Мағжандай қазақта ұлы ақын жоқ. Мынау жаңағы айтып отыр, мен анау Түркияның бірінші мемлекеттік гимні тәуелсіздік маршы, Истиқлал маршы деп аталады. Истиқлал маршы. Соны мен 90 жылы қазақ тіліне аударып, газетке жариялағам. Соны 90 жылы. Содан анада осы іздеп келіп, Түркияның журналистері келіп, ана газет тауып алып, ана тіл газетіне шыққанда. Бірінші.
сонда таң қалды ғой, алла сіз қайдан неткесіз, ана киімінде енді керемет еді, тебіренбей оқи алмайсың, енді оны қазір мына жерде уақытша айтып бәрін оқып береді, ол керемет, стиқлал маршы, тәуелсіздік маршы деген. Ал сол маршты алаш көсемдері өздерінің киімін алаш маршы деп қойды ғой. Ойлаңыз, сонда бұл ана Түркиядан да бұрын шығарып алған сияқтымыз. Әлде Түркия бізден алды ма? Әлде біздікі түріктің кімдер айтады ғой, тарихшылар түгел айтады, осылай отырып айтқан әңгімесін өзім тыңдаған мен. Мына Оян қазақ деген ең бірінші қазақ Міржақып Дулат жаз. Содан Оян деген ұран бүкіл түркі елдеріне тарады дейді. Бізге дейді Акиф Ерсой деген жаза бастады дейді Оян дегенде. Ұйғырдың бір ақыны жаза бастады дейді. Ең бірінші қазақ Міржақып дейді бастаған дейді. Сонда дейді Оян дегенде. Ал түріктер оны біледі, олар зерттейді. Білесіз бе неге түріктер зерттейді? Біледі. Өйткені біз тек қана 90-шы жылға жақындаған кезде ғана 90-шы жылы Мағжан кім екенін білдік, ақырындап оқи бастадық, әлі күнге дейін зерттеген жоқпыз толықтай. Олар 50-ші, 60-шы, 70-ші жылдары Мағжанның алыстағы бауырыма деп өлеңін оқып жаттап өскен. Алыстағы бауырым деген қандай керемет Мағжан сол өлеңі. Мектеп бағдарламасында бар, әлі күнге дейін бар. Түсінсіз бе? Міне сананың тәуелсіздігі осы түрікте бар. Түркия жағы Мағжанның алыстағы бауырым деген өлеңі бар ғой, мектеп программасы мектепте бар. Өз көзіммен көргенмін. Алыстағы бауырыма деп. Ойла, бұл 17-18 жылдары. Біз әлі күнге дейін Түркияны өзіміз бауырымыз деп айта алмай жүрміз. Ал енді жалпы дүние жүзінде 40-тан астам түркітілдес халық бар, солар бірікпей болмайды. Бұны енді қалай оятамыз? Мысалы 50-60-қа келген адам, ол сол заманның диктатурасымен, сол заманның енді заңымен қалыптасып қалды ғой. 21-ші ғасырда оны қалай түзейміз? Жастарды қалай жөндейміз? Қандай әрекет жасай аламыз? Ешкімге қарамай, сіздер өздерің осы ашық нәрсені түгелін зерттеу керек. Сіздің буыныңыз түгелі ашық нәрсені түгелі бар, соны оқып, нәрін алып, сөйтіп өсу керек. Қарап керек жоқ. Ой, 60-тағылар мындай, ой, 70-тегілер мындай деп. Ой, президент мынау, ой, депутат мынау деген сондай бос әңгіме. Қысқасы, ізденісті әркім бастау керек. Әр адам өзі тек басы үшін жауап беру керек. И зерттеу керек өзі үшін деген. Бітті. Енді бүкіл қазақ сөйтіп зерттеп, өз-өзін танып, іздеп, тарихын іздеп атса, бітті. Бүкіл ұлт өзгереді, ол қиын емес негізі. Әрі кетсе бір 10 жылдың шаруасы. Әрі кетсе. Сол болмай жатыр бізде. 91 жылдан бері классика кітап ақыдым. Мұхтарың бар, Мұхтар Мағауинің бар. Ғажап дүниелер бар ғой. Мәні ағаның кітаптары бар. Міржақып туралы, Жұмабек Ташенов туралы зерттеп Википедиядан оқыш, соншама соткадан айырыла алмасаң мысал үшін дегендей. Содан қара. Кім ол Жұмабек деген? Соны білмесең, онда біздің халық. Жоқ, жалпы бар ғой, қазақ өз ұлтына толығымен бет бұрмай, ол ештеңе де өзгермейді. Біз осы елдің негізгі ұлты қазақ, біз мемлекеттік құрушы, біз оны неменесін жасырамыз? Жауапкершілік бізде. Басқа ұлттар үшін де түгел үшін жауапкершілік бізде. Сондықтан да біз қашанда мен қазақпын деген сөзді ашық айтатын уақыт жетті. Міне 33 жыл болды тәуелсіздікті алғанымызға. Әлі күнге дейін біз көп ұлттымыз. Әлі күнге дейін. Ана жылы жазушы баспасы қазақ ауыз әдебиетінің 100 томдығын шығарды Алматыда. 100 томдық. Осындай әр томы. Осындай тек ауыз әдебиеті ғана 100 том. Ойлаңыз, сонда мұндай байтілдік қай жерден көрдіңіз? Игорь Полквас слово деп анау орыстың бірақ та несі бар, ауыз әдебиеті бар. Ал бізде жаңағындай 100 томдық ауыз әдебиеті, онда батырлар жыры, ертегілер, жұмбақ, мақал мәтелдердің барлығы қазақтың ауыз әдебиетіндей бай әдебиет жоқ әлемде. Осы халықтың өзі енді бар ғой, біздей жаңағы мына өзінің тілінің қадір қасиетін мына заманда адам ба өз деңгейіне жеткізе алмай отырмыз ғой. Біз қашан енді өзіміздің көшімізді түзейміз? Қашан біз нағыз қазақпыз деп қазақтың ғана ауыз әдебиетін, қазақтың ғана әдебиетін, қазақтың ғана мәдениетін ашық насихаттай алатындай күнге жетеміз деп армандаймын. Кешегі алаш көсемдерінің, кешегі Мағжандардың, Жүсіпбектердің, Міржақыптардың арманын қашан жүзеге асырамыз деп ойлаймын. Мен бүкіл өмірім осы алашты зерттеуге,
Алаштың тарихы. Содан кейін анау қазақ телевизиясынан 40-50 серия болды, түрік даналары деген кешегі кімде күлтегін білге қаған табиғи сатиралардан 30 минуттан жазамын. Соның бәрі қазір интернетте бар. Ол әлгі әрқайсысы 30 минуттан. Мысалы Мұстафа Шоқайды іздеп мен 95 жылы Германияға, Францияға барып, сонда Мұстафа Шоқайдың жатқан жеріне бар тағзым етіп, құрбандық шалып, сол жолы Германиядан 1936 жылы түрік халықтарының жастарының алдында сөйлеген Мұстафа Шоқайдың сөзін алып келдік. Ойлау, сондағы сөзінде Мұстафа Шоқайдың айтып отыратын айтады. Сөзінің бәрін бүкіл ортақ бәрін айтқан. Біз түрік халқы бірікпей, ешқашандай алға баспаймыз. Біз бәріміз бір ұлтпыз. Мынау кеңес өкіметі деген Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан деген республика құрып отырғанның бәрі өтірік. Біз ұлы Түркістанбыз деген. Қазір Түркия осыдан бірнеше бір ай ма 2 айдай бұрын орталық Азия деген сөзді терминді оқулықтан алып тастады. Түркістан деп көрсетеді. Үлкен Түркістан, кіші Түркістан, шығыс Түркістан, Қытайдағы қазақтар тұрған жер шығыс Түркістан. Біз үлкен Түркістанбыз, иә. Бұл түрік халқы бірікпей бар ғой. Ендігі қазір үлкен қадамдар жасалып жатыр. Бірақ ол қаншалықты әлгі жүзеге асады. Ол бәріміздің күшіміз жете ме? Бірақ болашақ ұрпақ осы түрік халықтарының бірлігіне қол жеткізсе, бұдан артық біздің арманымыз болмас еді. Тамаша, қызым, жаңағы сұрағыңызға қосымша бір жауап. Міне жаңағына Жұмаш аға айтып отыр. Жұмаш аға мен өзің көрдің, мені өзің таныстырып отырсың. Бір сағатта болған жоқ, осы жерде таныстық, осы студияда. Енді әңгімелерін тыңдап отырмын. Мұстафа Шоқайдың жатқан жеріне, төліне бардым дейді. Мен де бардым. Әдейі, арнайы. Басына барып Құран оқыдым. Берлинде жатыр ол кісі. Әйелінің басына бардым, Мария Горина деген, ол Парижде жатыр. Мысалы үшін тұрған үйлеріне бардым, неше рет. Бюст қойдық, сол кезде ашылуына қатыстым барып әдейі. Енді мен жаңа айттыңыз ғой, қазақ қалай өзгеру керек. Қалталы қазақ Дубайға барады, Италияға барады, демалады, Бали дейме, сондай бір жерге барады. Жылда бір жерде өзі. Барып тұрыңыз, жылда бір болса жарайды. Жарайды, барып тұрыңыз, сөз жоқ, қызғанбаймыз. Бірақ сол 5 барғанның жан жаққа шетелге бір барғаны Мұстафа Шоқайдың басына барып қайтшы. Москваға барып, Әлиханның Нығмет Нұрмақовтың екеуі қатар жатыр өзі. Соған барып қайтшы дегендей. Осындай қазақтар неғұрлым көп болады, соғұрлым бізде жаңағы сана тәуелсіздігі деген пайда болады. Міне жауаптың бірі. Шетелге бармай осы өз ішімізде де, мысалы Қазақстанда қаншама архитектуралық ескерткіштер бар, мұражай бар. Өкінішке қарай неше кісі, мысалы үшін Алаша ханға барды екен, Жошы ханға барды екен, Сақ қорғандарына барды екен, неше кісі барды екен. Өкінішке қарай осы да бір мәселе. Бұндай жаққа жастар тартудың бір арнайы әдіс тәсілі жоқ па? Біз жаңағы барыңдар дейміз дегенмен бір әрекет жасау керекпіз ғой. Қызықтырудың формасы бар ма? Үйдегі әкенің шешенің дастархан басындағы әңгімесінен басталады түгел. Не туралы әңгіме? Той томалақ туралы ма, ақша туралы ма, шетелге демалып келу туралы ма, тағы да не болушы еді? Немесе тарих туралы ма, Жұмабек Ташенов туралы ма, Бауыржан Момышұлы туралы ма, оқыған кітаптарды бөлісіп отыра ма дегендей. Бүкілі сол әңгімеден басталады негізі бір. Екінші ұстаз. Тарих мұғалімі, әдебиет мұғалімі деген. Осы екі ұстаз негізі ұлтты жасайтын немесе төңкеріске апаратын қоғам негізі. Осы екі пәннің ұстазы. Тағы да айтайын, менің жеке ойым. Жалпы бар ғой, әр қазақ өзінің отбасына мән беру керек. Бала шағаларына жаңағындай қазақтың бай ауыз әдебиетін соны айтып отыру керек. Біз енді мынау қазіргі интернет заманы деп отырмыз. Соған қарап мына көбінде телефон қуып кетті деп жатырмыз. Мәселе ол емес. Мәселе әр қазақ өзінің бала шағасына, сен қазақсың. Сенің осындай бай тарихың бар, осындай елің бар, жерің бар. Сен сондықтан да осы елдің өз ұлтыңның тілін біл, әдебиетін біл деп отырса бар ғой, ешқайда қашып айтып отыруымыз керек. Айтпасаң қазір шынында жастар кетіп бара жатыр, басқа жаққа кетіп қалады. Сондықтан да бұл жастарымызды тәрбиелеу керек. Соған бүкіл мына мектептің бағдарламаларында барлығын үлкен өзгерістер енгізу керек сияқты. Жаңағындай оқулықтарға бар ғой, осы Мағжандардың өлеңімен ашу керек.
жаңағы Міржақыптардың, Мұстапа Шоқайлардың солардың сөздерімен ашып отырсақ қой, соның өзі балаларға қандай тәрбие берер еді шіркін ай. Мына ұлттық рухы оянар еді ғой. Қазақ жайғалық емес екенін көрсететін еді ғой. Ал шын мәнінде бүкіл әлемдегі, мен өзім байқап жүрмін, дүниежүзінің көп елдерін араладым, көп халықтарын көрдім. Біздің қазақтай алғыр, қазақтай керемет халық жоқ, шынына келгенде. Бірақ мынау соңғы 70 жыл Кеңес империясы бар, одан кейінгі мынандай саясат бар, қазақты әбден болдыртып жіберген рас, бірақ әлі де кеш емес. Біз өз ұлтымызды өзіміз қолымызға алуымыз керек. Өз ұлттық рухымызды өзіміз ұрандап алға қоюымыз керек. Сонда ғана ел боламыз, жер боламыз. Сіздер жаңа айттыңыздар, отбасында ата-ананың тәрбиесі маңызды деп. Және өкінішке қарай қазір ата мен әженің де мектебі ақсап тұр десек болады. Енді біріншіден қалалық жерде бәрінің енді атасы мен әжесі қалада тұрмайды, шет жақта мысалы. Қысқасы ата мен әже және немеренің арасында байланыс үзіліп қалды. Енді осы байланысты біз қалай жаңғырта аламыз? Анау Абайдың бір сөзі бар. Соны мен армандаймын, әрбір жерге ойып тұрып жазып біліп қою керек. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Қандай керемет, қазақты біріктіретін осы. Осы қанаған көз түскенде ойлана бастайды дейді. Қалай дегенменде қазақ бірікпей, қазақтың көзқарасы қалыптаспайды. Енді сіз жаңағы қазақ әдебиетінің мұғалімі дейсіз. Мен бағана ғана желтоқсан оқиғасын айтқанда орыс әдебиетінің менің мұғалімім Маргарита Семеновна Ким деп айтып кеттім ғой. Әлі күнге дейін мен ол кісіге жаңағы гүл сыйлық апарып тұратын, жылына бір рет міндетті түрде деп айтты. И тек қана жаңағы желтоқсанда болған оқиғадағы реакциясының арқасында емес, жалпы мен ол кісіні жақсы көріп қалдым. Ол кісі арқылы сол пәнді жақсы көріп қалдым, кітапты сүйдім, шығарма жазуды жақсы көрдім. Гоголіңді, Достоевскийдің түгелін сол кісі арқылы өзіме аштым ғой. Міне, енді сіз солай елестетіңіз. 70-ке келдім. Қай шәкіртім маған ұстаздар күнінде гүлмен сыйлығымен келіп тұрады. И сондай шәкірт не құрдым, көп болсыншы деп. Бітті. Осы сурет қана алдыңызға керек. Қысқасы 70-тесін, үйде отырсын, ақ жаулықты шәкірттерім келіп жатыр, таңнан кешке дейін келіп жатыр деп. Бітті. Міне өмірдің нәтижесі деген осы. Бақытты болып отырасың сол кезде 70-тегі әже болып. Рахмет, айтқаныңыз келсін, сол күнге жетейік. Яғни менің түсінгенім, отбасы тәрбиесі әрине маңызды, ата-ананың да бұл жерде еңбегі. Дегенмен де бізде мынандай ұстаздар да бар да, үйде жаңағы ата-анасы қарамайды, таңертең жұмысқа кетеді, кеш бата келеді. Қысқасы баланың тәрбиесімен айналыспайды дейміз де, ұстаздар да қысқасы ата-анаға қарай итергіміз келеді, кінәлаймыз. Менің түсінгенім, әрбір ұстаз ол ата-ананы әрине ата-анамен бірге жұмыс істеу керек, ақылдасу керек, хабарласу керек, сөйлесу керек. Дегенмен әркім өзінің ісімен айналысып, ізденісті балаға беретін жаңағы баланы білімдермен сусындатуды тоқтатпау керек деп түсіндім. Ата-ана өз баласына уақыт табылмайды деген масқара нәрсе ғой. Қанша уақыт керек? 15-30 минут. Одан артық кір жоқ күніне. 15-30 минут. 15 негіз жетіп жатыр. Ең бастысы тұшымды, мағыналы бірден әңгіме кетсін. Бітті. Одан артық түк керек жоқ ата-анадан. Сол 15 минут таба алмаған ата-ананы мен түсінбеймін. Бір. Екіншіден бір үлгі келтіріп берейін. Ата-ана кітап туралы айтып отырған кезде бала қалай өзгереді. Зейін Ақышев деген ақсақал жазушыны білесіз. Зейін Ақышев деген жазушы. Жаяу Мұсаны жазған, Иман Жүсіпті жазған. Ол қандай керемет адам. Білесіз бе? Сол Зейін Ақышевтың жаңағы Жаяу Мұсасы солары қазақ тілінде 1979 жылы шығыпты. Одан кейін шықпапты. Орыс тілінде 83 жыл ма, 82 жыл ма сол кезде шығыпты, аудармасы. Біз Қасым баспасы оны шығардық. Мен неше айтып жүріп шығардым. Өйткені қазақтың тарихын, этнографиясын, мәдениетін, қазақтың тұлғаларын, Шорманның Мұсасы деген мықты. Шоқан бар, Шоқанның әкесі бар ішінде, Құнанбай да бар ішінде кездеседі. Орыстың әскерінің келуі бар бізге. Сонда колонизацияға келгенін түсінесің да, ана кітаптың ішінде. Қазақтың әдет ғұрпы түгелі бар ішінде, құда түсуі бар. Жігіт қызбен қалай танысады, жеңгесіне, оның қыздың жеңгесіне жолды қалай табады түгелі бар. Ғажап жазылған ішінде, керемет жазылған. Енді сол кітапты мен
шығартып отыр. Сол 80 жылдан бастап енді ғана шығып отыр. Біз ана кітапсыз қалып қойып, біз қазақ қоғамы негізі ұмытылыпты. Енді кімнің арқасында мен шығарып отырмын? Кім маған ол кітапты айтты? Кім ол кітапқа менің махаббатымды ашқызды? Марқұм анам. Марқұм анам. 82-ші ме, 83-ші жыл сол кез, мен 12 ма, 13 жастамын. Дастарханның басындағы әңгіме. Ол кісі 50-дің кезінде. Иә. Жай оңса деген кітапты алып, соны оқыпты. Бірнеше күн сол жай оңса туралы арасында әңгімелер болды. Лекция емес, кітап талқылау, модный нәрсе емес, жоқ, жай өзінің әсерін айтып отыр. Ай, мына байлардың заманында, мына Шорманның Мұстапасының қылған зорлығын қарашы. Астындағы атын тартып алып, итті сойып беріп, итке беріп оның етін. Атын өзгертіп мынаның, қарашы, зорлығымнан қарашы, деп шеше айтып отыр. Біз тыңдап отырмыз, балалары бар, күйеуі бар, яғни менің әкем марқұм. Сосын жаңағы ақ сиса, қызыл сиса, Шорманның Мұстапасы атымды алып, аталдым сол себептен жаяу Мұса деп бүйтіп кішкене даже әндетіп соны айтып берді. Аузыңды ашып тыңдайсың, не деген ғажап оқиға деп біразын айтып береді арасында. Бітті, одан кейін тамақ, қымыз, үйт, сосын бие сауға көмектесесің, бұзау іздейсің, сол шаруамен кетіп қаласың. Бірақ есте қалады. Барасың, енді 12 жастағы баланың реакциясы. Барасың да полкадан жаңа кітапты аласың, қарайсың. Көк кітап, қызылмен жазылған, жаяу Мұса, шеше оқып тастаған, әке оқып тастаған, екеуін сосын оқығың келеді, оқи алмайсың. Өйткені 3 жасынан бастап тек орысша оқыған адамсың. Әсіресе андай қиындау нәрселерді оқи алмайсың, түсінбейсің. Негізі кітап оқыған баласың, мен өзім туралы айтып отырмын. Бүйтіп басын шайқап жүресің, қап деп бүйтіп. Орысша бірдеңелерді оқып атасың, путь Абая, кровь и пот деп дегенде Абай жолы, яғни қан мен тер деген соларды оқып жүресің. Сосын бір күні ағаларым бір жерден тауып әкелді ме, білмеймін. 1-2 жылдан кейін менің 14-15 жасымда жаңағы кітаптың орысшасы келді. Пай, мынандай романды Ерлан бір аптада жұтып алды ғой. Сүйсініп, жақсы көріп, ана қаһармандардың ішінде бірге жүріп, ана ішіндегі ақсақалдардан баяғы аңыздарды тыңдап, Олжа Байбатыр туралы өзім тыңдап отырғандай болдым да. Жасы Байбатыр деген кім? Баянның жері деген не? Шорманның Мұсасы кім? Зұлымды жаса Мұстапасы кім? Дегендей соны түгел. Сүйсініп оқыдым, ғашық болып қалдым. Қазақты осы кітап арқылы мен көп таныдым негізі. Өзім орысша оқып аламын, тағы да айтайын. Сосын 1 жылдан кейін ба, 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта неге қалаға кеттім. Тіпті өмір бойы орыстың арасында өстім мен. Советтің әскері, түгел, Москва қаласында, ортасында. Бірақ жаңағы кітаптар, орысша оқылса да, қазақ туралы кітаптар, менің қазақшылығымды ұстап тұрды, фундамент қып, яғни іргетас қып, түсіндіңіз бе? Міне сол жетпей жатыр. Сол фундамент, іргетас, сол жетпей жатыр. Оны қазақ әдебиеті береді бізге, біздің тарихымыз береді. Енді осыдан 3 күн бұрын жаңағы кітап жаңадан бізде қайтадан шығыпты, біздің баспаханада. Форматын өзгертіп, үлкен қылып, сыртын қатты мұқабаға біздікілер қасымдағы әріптестерім алып келіп тұрмын. Ерлан мырза, қараңыз қандай әдемі шықты, жаяу Мұса деп. Суретін өзгертіп сыртындағы. Негізі осыдан 2 жыл бұрын шығарғанбыз. Аяқталып қалды да қайтадан шығардық 2000 экземпляр деп. Сипап қарап отырмын жаңағы кітапты. Сол кезде ойлап қалдым да, осыдан 2 күн бұрын. Мына шешем марқұм 2006 жылы қайтыс болып кетсе де, қазаққа мынаны қалдырып кетті ғой деп тұрмын. Өзі жазған кітап емес. Тамаша. Бірақ осы кітапты қазаққа қалдырып, ол кісі маған айтпаса, мен қазір шығармасам, бітті, ұмытылып қалды ғой ол кітап. Болды, архивтарда бір жерде қалды ғой, болды ғой. Түсініңіз бе? Байқауымызша, жалпы Қасым баспасының негізгі бағыты классиканы сақтау, насихаттау. Сіздер архивтермен, кітапханалармен тығыз жұмыс істейді екенсіздер. Болашақта қандай жоспарларыңыз бар, қандай кітаптар алда жарық көрмек? Біріншіден, Қасым баспасы тек қана қазақ тілінде кітап шығарады. Болды. Екіншіден, тек қана классика. Болашақта да қашан болса да сіз ешқашан көрмейсіз Қасым кітаптың ішінде бизнес туралы кітап, жетістік туралы кітап, кемелдік туралы кітап, психология туралы, Құдай сақтасын, байлық туралы жоқ, түк болмайды. Тек қана классика. Тек қана қазақ тілінде, бірақ бүкіл дүние жүзінің. Джек Лондонның, Жюль Вернің, Толстойның, Достоевскийдің, Виктор Гюго, Ги де Мопассан планда бар, мысалы Сомерсет Моэм, Андре Маруа деген атақтылардың бүкіл дүние жүзінің ақылын қазақ тілінде бір әдемі форматта, әдемі дизайнда қазақтың алдында ұсынамыз деген біздің мақсатымыз.
Ал миссиямыз бүкіл қазақ өз тілінде бүкіл әлемді танып өсу керек. Керемет. Содан кейін мен тағы бір енді мына мұғалім қызымыз жүргізіп отыр ғой хабар, жас ұрпаққа байланысты болып отыр. Сол үшін менің бір арманым сияқты бір жағынан ұзақ жылдардан бері осы мәселені ашық айтып жазып келе жатырмын. Мына қазақты мына жаман дерттерден қорғауымыз керек. Жағымпаздық, мақтаншақтық, парақорлық, содан кейін бос сөз, бес бөлік. Өйткені бар ғой, соны мына қазір мектепте өздерің сабақ беріп отырған балаларыңа осы бір бәлелерден аулақ болыңдар. Мына жағымпаздық бәрін бұзып бітті, анау үлкен өзінен жоғары адамдардың алдында құрдай жорғалау. Оның білімі бар ма, білігі бар ма, оған қарамау. Содан кейін ана өзіне бір мансап, бір атақ керек болғаннан кейін тағы да сондай орынсыз біреулерді мақтау. Соның жоқ жерден бір атақтар тауып алып, сол атақты қуалау. Атақ құмарлық. Бұл дерт қазақты қазір мен үшін аздырып, тоздырып бара жатқан сияқты. Атақ құмарлықтан аулақ болуымыз керек. Қазақ енді біз кешегі ұлы бабаларымыздың айтқан ақыл кеңестен тыңдап өскен халықпыз ғой. Кешегі батырлар жырында, кешегі ауыз әдебиеттерінде осының бірі айтылған. Тек бүгін ғана бұл әлсіреген сияқты әсер етеді. Ал қазақ болу үшін жаңағындай жаман дерттерден айығуымыз керек, арылуымыз керек. 5 нәрседен қашық бол деп Абай тағы айтып кеткен. Көрдіңіз? Сізге де кеңес, түгелімізге де кеңес көп бар. Барлық мәселенің шешімін негізі Абайдан табуға болады. Абайда бар. Бүкіл нәрсенің шешімі. Білесіз бе, бір өлеңін оқыдым Абайдың осыдан бірнеше жыл бұрын. Осы қымыз қазаққа тағам ба, әлде мақтан ба деп басталады. Ғажап! Соңында мынандай ғана. Білесіз бе, кімді таныдым бұл жерде, қандай қазақты таныдым. Кішкене байып-ағаннан кейін қымбат машина алып, оған 001 деген номер таққан, сондай қазақты. 150 жыл бұрын Абай жазған қымыз туралы. Бірақ қазір мен со мақтаншақ, мұндай машина отырған, шіреніп алған деген сондай өзімнің отандасымды көріп тұрдым. Мен Абай бүкіл нәрсені айтып кеткен. Мұны Абай айтып кеткен ғой, мынандай бір шумақ өлеңінде қарашы. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Міне осыдан да міне осындай ойлы нелермен жас ұрпақ тәрбиелесек бар ғой, ертең мына жаман дерттерден, жаңағы жаман әдет ғұрыптардан арылады. Ол біздің өзіміздің тәрбиені әлсіретіп алуымыздан басқа ешкімнен көруге болмайды. Өзімізден көруіміз керек, мақтап кірісуіміз керек. Қазақты керемет дамыған, керемет ақылды, керемет ұлт ретінде әлемге жеткізу үшін біз осы қасиеттерді, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіруіміз керек. Жаңағы мен айтып отырған алаш рухты азаматтарды дайындау керек. Алаш деген енді ойлашы, қазақты бар ғой, егер сол алаштар кеше тірі болғанда, бүгін қазақ гүлденген Қазақстан болатын еді. Қайтеміз енді. Өтіп кеткен нәрсе, арман барлық. Келет түгел аға. Сондай болдық па? Ерлан аға, сіз енді қазір Зия ұрпақ мектебінің дамуына, жалпы қазақ баласының білім алуына үлес қосып жүрген азаматтың бірісіз. Жалпы Зия ұрпақ мектебінің оқушыларына да, барша қазақ жастарына да айтар ақыл кеңесіңіз. Абайдың сөзін айтқаны бар ғой, сол девиз болу керек та, өзіңе сен, ал еңбегіңмен ақылың алып шығар, екі жақтап дегендей. Зиялы ұрпақ мектебінің балаларына негізі ризамын. Барып жүрем, сөйлесіп жүрем. Қазақшылық бар, көзде от бар. Жақсы, себептерін сұрайын балалардан, неге басқа мектептен ауысып кеттім дегендей, ауысып келдім дегендей. Мақсаттарын айтады, өздерінің бір ойлары бар. Әрқайсымыз өмір бойы өзімізді дамытудан, жақсы жаққа өзгертуден шаршамау керек. Ол бітпейтін процесс. Өлгенде ғана біту керек ол процесс. Сосын дәл сол Абайды қайтадан тыңдау керек. Баяғыда древний Римда, еще ежелгі Римда айтқан сөз бар ғой, латын тілінде «момента мори». Өлім туралы ұмытпа деп.
Абай да соны көп жазған. 15 жаста, 20 жаста болса да, әрдайым ол ойды тастамау керек. Мен бұл дүниеден аттанған кезде артымдан не қалады? Абай айтқан жаңағы нәрсені ұмытпау керек. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес деп. Менне, менікіне. Осыны айыру керек. Менікі деген денеміз, өне бойымыз түгел, ал кетер ол. Ал мен деген осы жерде не қалады? Менің балаларым, немерелерім мен туралы қандай әңгіме айтады? Мен кеткеннен кейін. Менің оқытқан шәкірттерім не айтады деп. Соны ойлау керек. Соны ойласаң, онда өз-өзіңді дамытудан тоқтамайсың да ешқашан. Кім болсаң да маңызды емес. Әкімсің, депутатсың, кәсіпкерсің, ұстазсың, дәрігерсің, маңызды емес. Ол маңызды емес. Осы тоқтамай өзімді дамытам, өзімді жақсы жаққа өзгертем. Қазір 15 жастамын, 20 жаста бұл 15-тен көрі едәуір жақсы болам. 25 жаста 20 жасымнан көрі керемет жақсы болам деп, сол оймен ғана жүру керек. Болды. Егер қазіргі модамен 15 жаста тек қана НТ-ның балын ойлап жүрсек, сосын грантқа түсіп алғаннан кейін диплом деп 4 жыл сол оймен ғана жүрсек, дипломды алғаннан кейін ал енді не істеймін, өмір басталды ғой, жұмыс істеу керек деген оймен жүрсек, ол өте таяз, ұсақ бір ойларды, өте ұсақ. Дәл сол батыстың елдері неге дамып жатыр? Өйткені 15-17 жастарында социология бойынша дәл сол Америка елдерінде жастардың дейді 78% дейді өмірдің мағынасы туралы, өмірлік мақсат туралы ойланады дейді. 78% дейді. Міне. Ол қазіргі нелер? Ақпарат. Қазіргі заманның ақпараты. Осы 20-шы ғасырдың соңғы, 21-дің басы дегендей. Дәл соны бағана аға айтқан Жүсіпбек жазып кеткен. Анау Америка, Европа деген мемлекеттердің халқы дейді, мемлекетіме, еліме қандай пайдам тиеді деп соны ойлайды дейді. Жазып кеткен ол 1912 жыл ма, сол кездерде Жүсіпбек соны жазып кеткен. Зиялы ұрпақтың балалары егер осы жастан 8, 9, 10, 11 сыныптарда қазақ қоғамында менің орным қайда, қандай, қазаққа пайдалы болу үшін мен не істеуім керек деп ойлануды үйренсе, нұр үстіне нұр болушы еді. Жалпы маған бірден ұнағаны, мынау зиялы ұрпақ деген мектептің атауының өзі бар ғой, иә? Алла енді біздің қазақ ел бола бастағанымыз содан көрінді. Зиялы ұрпақ. Зиялы деген қазақтың ең қасиетті асыл сөздерінің бірі. Кез келген қазақты сен зиялы деп айта алмайсың. Ол ана ұлтын жанындай сүйген, халқына қалықсыз еңбек еткен азаматтарды зиялы деп атаған. Баяғыда кім? Мұстафа Шоқайдың қазақта зиялы бар ма деген мақаласы бар. Жас Түркістан деген журналға шыққан, Европада Яш Түркістан. Сонда айтқан, бүгінде бізде қазақта зиялы бар ма, жоқ па деп айтудың өзі қиын. Анау кешегі Алаштың көсемдерінің бәрін атып жіберді. Одан кейінгі мына бір жат идеологиямен тәрбиеленген ұрпақ өсіп келе жатыр. Ал бұл біздің қазақтың керемет нағыз зиялы ұлт болу үшін нағыз тәуелсіздік керек. Нағыз тәуелсіз мемлекет болу керек. Нағыз өз ұлтына қалтқысыз еңбек ететін адамдардың жиынтығы болуымыз керек деген. Сондықтан енді бүгін айналайын, сен қызымсың бір жағынан. Мынандай жақсы керемет жан-жақты үлкен әңгіме жүргізіп отырсың міне. Інім екеуміз қатысып, өзіміздің қолымыздан келгенше енді пікірімізді айттық. Өздеріңе рахмет. Бүгін Алаш партиясының, Алашорда үкіметінің тәуелсіздік алған күні. Құрылған күні. Соның үшін енді міне алда санаулы күндер деген қазақ елінің тәуелсіздігі келе жатыр. Осындай енді біз шын мәніндегі тәуелсіз мемлекет болайықшы деген арманды жүзеге асырсақ, одан артық бізде ешқандай мақсатты жоқ. Мен бүкіл өмірім, ғұмырым осы бір жолға арналған. Осыдан енді қазір біраз жасқа келдім.
осы қазағымның болашағын, керемет гүлденген кезеңін көріп өлсем арманым жоқ қой деп ойлаймын. Сонымен рахмет сіздерге. Сіздерге көп рахмет. Жұмаш Кенебай атамыз сонау Алматыдан біздің мектебіміздің оқушыларының өнерін тамашалау үшін арнайлап уақытын бөліп келіп отыр. Тіпті қазір білсеңіздер, Қазақстан Жазушылар одағының құрылуына 90 жылдық мерейтой болып жатыр. Сол іс-шараның бәрін тастап, арнайы біздің мектепке келіп отыр. Тіпті алыс жақын шет мемлекеттен, Түркістан, Түркия, Қырғызстан, басқа да мемлекеттерден бұл кісіге арнайы шақыру түсіп жатыр. Алматы қаласы мектептерде тәуелсіздік күнінде таласып атамызды шақырайық дейді. Дегенмен барлық мүмкіндіктерді, барлық жұмыстарын тастап бізге келгеніне көп алғысымызды айтамыз. Ерлан мырза, сізге де көп рахмет. Сіздерге табыс тілеймін. Амандықта жүздескенше. Сіздермен бірге болған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айсұлу Съезхан.